Ассаламу алейкум. Иманнур Кадырбеков. Таразадағы ең оор адамның сыпаты дейді. Ең жаратқанға жаққан сыпаты бұл жақшы құлық мінез деп қояды. Мен бірдеген тілейм, ким бололу, байбызбы, бейбізбі, омат келеби, қандай жағдайда болсын адам бойдан қалалы. Мұны айтайын дегенім, бізден азыр өзінің арзын берген экс-төрағабыз, экс болып қалды да. Талант Мамытов мырзаның тоқтолуғына, сабырдылығына абдан баға бердім. Қанша сындар айтылды, қанша тастар ырғытылды. Біз іштегі ақуалды өзіміз білеміз. Кейде сынға қабылбай тұрған учурда деле жүк ошо кишиге тиет экен. Ошон үчүн мен айтат элем, спикерлик кызмат бул камикадзенин эле орду экен. Ошондой учурда токтоолугу менен, сабырдуулугу менен, ичиндегин сыртка чыгарбай, тилин тишке баскан салаваттуулугу менен көп маселелерди жакшыга буруп берди, жөндөп берди. Жаратканым ошол сыпатын кут кылсын. Biz de razıyız. Kuday koldosun, korgosun. Kırgızda bir söz var. Ақтанба, даттанба, мақтанба деп. Ақтана тұрған шырда дақтанған жоқ, мақтана тұрған шырда мақтанған жоқ, даттана тұрған шырда даттанған жоқ. Бұл жигиттик сыпаты. Ошон үчүн ийгилик каалайбыз. Өзүнүн чечими, жараткан бизге омат берсин, дөлөт берсин, ынтымак берсин. Бирге бололу. Анан мен министр болуп турганда дагы президент милдетин аткаруучу болчу. Өлкө өтө кыйналып турган учурда Шостун алкагында бир чоң долбоорго каражат керек болгон мезгилде бир ос сөзү менен чечип берген. Чечкиндүүлүгү дагы бар. Кээ бирлер бар, биз интроверт адамдар, сыртына чыгарбайт, бакырбайт, өкүрбөйт, бирок ишти кыла турган адамдар. Мен ишенем, бул кишинин потенциалы да керек болот. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Бар болсун.